сұрағымыз, шопандар табиғатты қорғауда қандай рөл атқарады? Сіз олардың бақылаулары мен тәжірибелерін не жинайсыз? Сіздің табиғатқа, экологияға деген көзқарасыңызға ерекше әсер еткен ескі адамдар, яғни шопандар туралы әңгімелеп берсеңіз. Иә, бұл мынандай, бұл кеше бір 80-ші жылдарға дейін кеңес өкіметінің керемет деп мақтаймыз ғой. Бірақ бұл жерде мынандай да, сол ол өңірде қазір енді осы соңғы 80-ші жылдардан бері қарай жаңа кісілер үкімет басына келгеннен кейін, жаңа депутаттар сол ол кісінің істеген жақсылығы, оны да атап айтуым керек. Ол кісі сол шопандардың осы мәселесінде үкіметтен нақты көмек көрсетуді талап етіп отыр, өзі облыс басқарған кезінде. Сол мәселелерді тікелей өзі атқарған адам. Бірнеше облысты басшы болған адам. Ол енді таза қазақ аудандарында істегенімен басқа мемлекетте жүріп, солардың барлығын үй салып беру жаңағы. Кәдімгі мынандай да, енді 3 бөлмелі үйді, енді мынандай керемет коттедж болмаса да, әйтеуір қысы күні жылы басына отырады. Бұрын соған дейінгі уақыттарда шопандар, малшылар тек қана киіз үйде тірілген. Өзіңіз ойлап көріңіз, мынандай 50 градус ыстықта, сонда өсіп өнген, осындай жақында марқұм Қыдырмұрат Қарабек. Марқұм. Ол да сол Қарағай малшының баласы, сонда киіз үйде өскен, сол қыздың барлық қиындығын көрген. Мысалы қарапайым нәрсе. Ал бұл бір. Одан бөлек ол су жоқ. Судың барлығы оларға тасып беріледі. Автомобильмен, машинамен қанша мал болса, миллион малға қолдан су тасып беру, адамдарға су тасып беру, ауыз су тасып беру, 100 километрден 70-80 километрден бар су ішуге жарамсыз. Ол жерлерде ең терең құдықтар бар, 200 шақырымға, 200 метрге дейін кететін. 130, 120, 140. Ал үкіметтің шығарған жаңағы мотор, жаңағы су көтеріш, олар 12 метрден артық болмайды. Енді жаңағы оны жөндеп 24-ке дейін тартады ғылам. Бірақ олар содан 100 метр құдықтардан, енді жергілікті өнертапқыштар болып қой, механиктер бар, өнертапқыштар бар, солардың көмегімен ол 100 метрден аса тереңдіктен су тартуды ойластырылған. Оған дейін оның барлығы түйенің көмегімен қол қауғамен су тартылған. Сосын ол өңір газдендірілмеген әлі күнге дейін. Оның да себептері бар. Енді ол басқа мемлекет, бұл кезінде арендаға алынған жерлер бар. Сондықтан ол күндердің күнде кетіп қалса, басқа жаққа кетіп қалар ма екен дегендей сондай болған сияқты бір жеке пікір ол. Үкіметтің ондай саясатын біз білмейміз. Сондай. Сондықтан газдандырылмаған. Тек привозной газ, ол тек жаңағы баллонға құйып беретін. Ол жерлерге енді егер ондай газдандырса, сексеуіл тоғайларының сиреуі аз болар еді. Ол көмір мәселесі қиын. Көмір әкелгенде ол өзіңіз ойлаңыз, оны осы бізден Қарағандыдан, өзімізден Қарағандыдан, Екібастұздан апарылған, Кузбастан апарылған көмір оған не дейін мәселен сен? 3000-4000 километрден барған көмір не болып барады? Құм барады ол жерге. Құмдамен ол жаңағы 4-5 ай қыста ол таза оның көмірді жеткізу қиын. Сондықтан сексеуіл тоғайларын пайдаланып, сексеуіл жаққаннан кейін ол күнде оны троспен машинамен жыққаннан кейін ол түбімен жұтылып кеткенін өсте бұл экологияға да әсері бар. Сосын ауа райының, оның үстіне мына аралдың тартылуы үлкен қатты. Сол кездерде бірақ сол малшылардың өзі аудандық газеттерде осы мәселелерді жиі көтеріп отырды. Тіптен түрлі кездесулер кезінде осы мәселелерді қозғап, мынау сексеуіл сындыруға тыйым салу. Себебі олар білді, сексеуіл тоғайлар жойылса, өздерінің малы қырылып қалады қыста. Сол мәселелер бойынша істелді. Енді бірақ қазіргі уақытта енді қазір хабарым жоқ, бірақ енді қазір ол жерлерде бұрынғыдай жаңағы мемлекеттік жоқ қой, жаңағы шаруашылықтар, олардың барлығы жекеменшікке тарқаған. Фермер шаруашылықтар, олар әркім өз білгенінше, әркім өзінің шамасында істейді. Осындай мәселелер бұл бойынша сол. Соңғы сұрағымыз, сіздің кітабыңыз кеңестік кезеңді қамтиды. Сол жылдардағы экологиялық саясатты қалай бағалайсыз? Оның оң және теріс жақтарын айтып өтсеңіз. Енді қарасаңыз, бұл жерлерде, мен мынаны бірінші бөлімде жазған, бұл жерлерде біздің заманға дейінгі 6-10 жылдықтан басталады. Бұл өзінің жеке зерттеулері. Бұлардың бойынша мен жаңағы біраз антропологиялық